Саламатсыздар ма, құрметті оқытушылар? Оқу жүйесінің қашықтықтан оқыту форматына өтуіне байланысты жеке кабинеттеріңізде материалдар және оқыту бөлімдері іске қосылды. Материалдар бөлімі қашықтықтан оқытуға арналған сабақ материалдарын алдын ала дайындау жұмыстарына арналған. Жоспарлық пәндер тізімінен қажетті пәнді таңдап, сол пәннің сабақтарына тиісті материалдарыңызды саласыз. Салған материалдарыңызды оқушылар ашып таныса алатын болады. Егер де сіздің жоспарларыңыздың арасында пән жоспары сәйкес емес деген жазу шықса, сізге администратордың берген сағатынан сіз артық сағат салып қойғандықтан шығады. Ол үшін жоспарлар бөліміне өтіп, өзіңіздің жоспарыңызды администратордың берген сағат санына сәйкес етіп енгізесіз. Одан ары қарай өзіңізге қажетті пәнді таңдап, сіз сол сабақ жоспарын бекітесіз. Одан ары қарай өзіңізге қажетті тақырыпты таңдап, соған материалдарыңызды саласыз. Мысалыға, өзіңізге қажетті тақырыпты таңдағаннан кейін, сіз оқушыларға үй тапсырмасын және әдебиеттер тізімін жаза аласыз. Және де сабақ материалдарын енгізесіз. Ескере кететін жайт, бұл жерге тек қана PDF форматындағы 1 мегабайттан аспайтын файл тіркеледі. Яғни, сіз размерден артық файлды таңдасаңыз, сіздің материалыңыз бұл жерге жүктелмейді. Осылай сіз өзіңіздің материалдарыңызды тіркей аласыз. Және де, егер қажет болған жағдайда, видеоның сілтемесін енгізе аласыз. Ол үшін YouTube желісінен өзіңізге қажетті тақырыпты таңдап, соның сілтемесін көшіріп қоя аласыз. Немесе, белгілі бір сайтта қажетті мәліметтерді енгізетін болсаңыз, бұл жерден де оның сілтемесін енгізіп, өзгертілген мәліметтерді сақтау батырмасын басасыз. Материалдарды енгізіп болғаннан соң, сізге осы жерден барлығы шығып тұрады. Неше файл, неше видео, неше сілтеме енгізгеніңіз барлығы көрініп тұрады. Және де өзіңіздің енгізген барлық материалдарыңыз оқушы бөліміне шықпайды. Ол үшін сіз осы жерден рұқсат беру батырмасын басасыз. Одан ары қарай оқушылар сіздің материалдарыңызбен таныса алады. Егер де белгілі бір өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, рұқсат жоқ батырмасын басып, оқушыларға материалдарыңызды көрінбейтіндей етесіз. Одан ары қарай өзгерістерді енгізіп, қайтадан рұқсат бересіз.